Накануне Международного женского дня Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции встретился с многодетными матерями. В ходе праздничной встречи руководитель департамента Абзал Мухимов поздравил матерей с наступающим праздником. Быть мамой – это высшее предназначение женщины, благородный труд быть многодетными родителями. Мы гордимся, что в Кызылординской области есть такие многодетные семьи, где сохраняются крепкие семейные ценности, отметил Абзал Мухимов. В рамках праздничного приема многодетным матерям преподнесли подарки. Сонау аралдан жаңғырынға дейінгі аралықта сіздерді көргеніме қуаныштымын. Жалпы мен өзім ойлаймын, біз мына ер азаматтардың барлық жоспары, жұмысы, барлықтарыңызды бір шаңырақтың отын жағып отқаннан кейін үйлеріңізде азаматтарыңызды, әкелеріңіз бар, қайнаталарыңыз бар, ағаларыңыз бар, інілеріңіз бар, жарларыңызды соларды азында жұмысқа шығарып салып, кешке күтіп алып, соның арасында өздеріңіздің қызметтеріңізді үйлестіріп, ұштастырып, арасында бала тауып, соның барлығын үйдің қанша жаңағы тірлігі бар, одан бөлек келінді кетім кісің бар, қонағың бар. Тіптен одан қалды елде отырғаннан кейін әйтеуір ағайын болғасын, елден жұрттан қол үзбейсің, барысың бар, келісің бар, алысың бар, берісің бар, соның барлығын үйлестіріп отыратын осы сіздер. Сондықтан кейде ойлаймын, осы біз ер азаматтар 8 наурыз жақындаған кезде барып есімізге түсіп кетеді дейміз сіздер. Бірақ дегенмен де бұл бір заңды нәрсе ғой. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге ең бір ізгі тілектерімізді жолдаймын.